Видео башталмай туруп достор, сиздерге өтө кереметтей гильдияны сонум келип отур. Казак деген 4-уровеньдин гильдиясы. Мынекей буяка келетін болсак, адамдар өтө көп эмес, максималда 40 адам сыяды. Бизде 17 адам бар, сондуктан да достор киремиз. Гильдияга кирип, бирге барлыгын жыйнайык, комнатаны алайык. Мынекей ID. Және де бул жерде кире берсеңиздер болот өздөрүңүз. Мынекей авто деп жазылыптыр. Сондуктан кирип ойнай берсеңиздер болот. Ал ID'ди мен астыга калтырып кетемин астына. Және де турнирга келетін болсак, биз ошончо 17 адам менен 877 жетоновый награда жыйнадык. Сондуктан да достор гильдияга киремиз, бирге жыйнайбыз. Ал биз болсак кеттик, видеомузду баштайбыз. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазақ Про каналы. Бүгін бізде кереметтей ойын, Battleground'тардан ең мықты ойын Free Fire ойнап түсірейін деп отырмыз достар. Енді біз каналды жаңадан ашқаннан кейін қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Біз алдағы уақытта белсендірек видеолар түсіре отырамыз. Сіздердің лайктарыңыз маған кәдімгідей қолдау көрсетеді, сондықтан да лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз бүгінгі ойынға келетін болсақ, бүгін бізде кереметтей битвадан рейтингті көтеретін боламыз. Біздің рейтингіміз бұяқта серебро 1. Мен бұның алдында ойнап көрдім, өте керемет рейтингқа қосқаны. Бірақ та бөлек көтересің. Сондықтан да маған да запрос жасай кетіңіздер достар. Бірге ойнап, бірге көтереміз, және де рейтингті сөйтіп көтеретін боламыз. Мінекей, бұл айдитті төменге қалдырып кетемін мен. Бірге ойнап, кәдімгі рейтингті да, битвада да рейтингті да көтеретін боламыз. Ал біз кеттік, видеомызды бастаймыз. Мінекей достар, біз келдік. Конечно, біз G18 аламыз, яғни глок. Сондықтан міне біздің жанымызда так біреу өліп жатыр, әрине шығып кеткен. Енді соған қарамастан енді кереметтей ойнауға тырысамыз. Так. Енді мен өзім бүйтіп қатты ойнаймын деп айта алмаймын. Но бірақ болады әзірше. Так, мына жерден біреу секіріп бара жатты. Ой. Ой, яғни кулакпен ұқтырмын оны. Маққа жылжып алайық. Так, бізде біреу ғана аман қалыпты. Қайсысы екен, ол бот па екен, либо бағана қыз персонаж ба екен. Так, мына жаққа барайық. Может, біреулерді сетіп қуып қалды, жоқ. Әзірше наяқта отыра тұрайық, либо наяқпен шығамыз. Так. Вот, ана да кетті. Қазір енді барынша тырысып көреміз. Опана. Жоқ достар, бізде барлығы аман. Мынау ғана бізде қалған ғой. Өлмей қалған. Соны қазір өлдірді. Мінекей кеттік, екінші раунд. Бұл жерде біз М60 пенен 2 стенка 1 гранат аламыз достар. Опана, кірді ғой. В общем, болды. 4-ші де кірді. Кунг-фу деген. Әзірше бізде 1 килл 407 урон бар. Кеттік ал.
Жоқ, кунг-фу деген ол қайттан шығып кеткен, ол бірақ Wi-Fi-дың сызығы тұр. Бірақ бағанағыдай өлмеген просто. Так, қазір адамдар келу керек. Вот басталды. Ойбай, блин, анау атты мен. Кел, Нұр. Красавчик Нұр. Кел, Нұр. Блин, болды ұтылдық осы жол. Бұл раундта ұтылдық 1-1 ал. Енді 3-ші раундта кәдімгідей ойнау керек, достар. Просто мен ананың біреуін байқамай қалдым. Крысовый жетіп шеттен келіп тұр. Так. Опа, осы жол точно кірді. Кунг-фудан қарандар. Wi-Fi-дың сызығы кетіп қалған, бірақ та қозғалмайды. Не істеп тұрған? Вот. Қазір анаяқта адамдар келем дегенше біз анаяқта тұрайық. Опа! Блин! Винчестер мен киіз жіберді басыма. Мына екеуі не істеп тұр? Біз сонда 2-ге 4 ойнап тұрмыз ба? Паразит. Бізге достар ендігі мынандай М60 деген дальний бойлар керегі жоқ. Енді бізге только ближний бойлар алуымыз керек. Өйткені қарап тұрсақ, бізде дальний қататын енді мүмкіндік қалмады. Өйткені мына екеуі де шығып кетті, ал біз Винчестермен атысатын боламыз. Енді барынша ойнау керек. 4-ге 2 деген ол өте қиын. Бірақ та команданы ташит етуге болады. Мүмкін бір опанан алып жүр. Біз бұлайна қашып кетейік. Ана екеуі, резко ана екеуіне кетті. Қатып қалғандар әсеті. Ол екеуін жатқызды. Енді біз біреуін мына жақтан ұстап аламыз. Вот. Кетті біреу. Ой, блин. Мына жерден кепті ғой біреуі. Блин, достар. Енді EC 1-2, 1-4, 10 осы бұлай өлді болды. Бір сөзбен айтқанда болды, өліп қалды. Енді бізде соңғы шешуші раунд. Бұл жерде біз ұтылсақ келесіне мүмкіндік болады, ал ұтылсақ уже біз ұтыламыз, поражение аламыз. Сондықтан да дұрыстап ойнау керек. Бізден аңғаранда шығып кетті өзі бал. Мынау да шықты, анау да шықты. Біз 2-ақ адам болып ойнап отырып қой. Не болса да дұрыстап ойнау керек. Так, что? Кетті аналар. Первый очередь осылар кетеді. Второй бір адам тұр. Достар, нақты ойнап отырып сөйлеу деген өте қиын, сондықтан да ренжімеңіздер. Блин, достар. Өте қиын 4-ге 2 ойнау деген. Неге достар, осымен біз видеомызды аяқтамаймыз, тағы да бір рет ойнаймыз. Битвадан рейтинг ойнаймыз тағы да бір рет.
Содан кейін көре жатырмыз. Неке қазір загрузка болып жасын. Неке кеттік албыз, бастаймыз кеттік. Келдік. 18 аламыз. Міне бүкілі кіріп тұр бұл жерде. Басында үйтіп нуп болып тұрады да, одан кейін киімдер кіре бастайды, көріңдер ма? Қазір сондай болып жүр. Неке кеттік ал. Біз қырылысамыз. Өте опасный. Опасен. Бірінші өліп қалмау керек. Бірінші өлсең барлығы бітеді. Кетті, анау сияқты кетіп қалмады. Өзімізге шанс қалмады. Барлығы өлді ғой, бір сөзбен айтқанда ше. Блин, вообще мынандай ыңғайсыз болды ғой, мындай. Ачашка беруге вообще ыңғайсыз жерлері болды өте. Төбеден тұрып алып өтер, ата береді. Не болған дұрыста кетпейді. Бірінші раундта енді жеңіске сұрадық. Енді келесі раундта жеңуге тырысамыз. Кеттік. Достар, біз алдағы уақытта мен өзімнің аккаунтыма обзор жасайтын боламын. Бірақ та бұдан кейін... Блин. Надоел. Double kill. Мінекей достар, біз алдыңғы раундта поражение алып қалдық. Мүлдем ыңғайсыз болып жатыр. Енді поражение алып қалдық, 2-0. Енді ары қарай есепті теңестіру керек бірдеңе қылып. Мен қараймын, вообще килл жоқ біздікінде. До того сонда біздің командадан бір адамды өлтірген, одан басқа килл жоқ мүлдем. Не деген сұмдық бұл? First blood. Double kill. Оны қайттан жатып қалдым. Мұны достар, сөйлемей отқаным мұны ыңғайсыз өйткені мынандай қатты қырылыс болып жатыр да. Өте қиын сөйлеу деген. Сондықтан ренжімеңіздер қазірше.
Не гранатаның болмай тұр ғой. Көз сындырады. Сол кезде вот достар, өйстіп өлтіріп тастап болсам, бұларың бәле. Қолға М60 алып алдық, 2 Winchester жарамас. Так, бізде стена бар еще, сондықтан да біз гранат аламыз, броня, шлем. Так. Кеттік, алдайынбыз. Біз 4 гранат алып алдық, ақшаны қалдырып қойық. Келесі осыған тұтылып қалсақ, келесінде ақшамыз болып. Керемет ойнайтын боламыз. Некені яққа стенаны қойды, молодцы. Енді сөйлеп ойнау қиынырақ болады әрине. Оны түсінетін шығарсыздар деп ойлаймын. Неге біздің адамдар өліп жатыр. Мынаяқта өтіп отырайық. Бүкілі біздің базаға жабылады. Невозможно, қиын. Біздің базаға кіріп кетіп, өздерінің базаларында ешкім қалмайды. Опана, красава. Блин, жаттым я. Double kill. Міне жаңа айтып өткендей достар, мына жақта тағы да біз ұтылып қалдық. Бізде зато 3800 теңге қалды. Көрдіңдер ма, өйстіп ойнай, ақшаны экономдап қалу керек. Енді бізде бұл жерде бүкіл ұтқытамыз, себебі мүмкіндік бізде аз. Міне осыны ұтсақ, келесінде мүмкіндік болады, ұтылсақ, болды, біз поражение аламыз. Сондықтан дұрыстап ойнау қажет. Мына жаққа бүйтіп стенаны қойып алайық. Әдеттегі осы жақтан адамдар келеді, как всегда. Гранатаның барлығы дұрыс лақтырылған жоқ. Ой-бай! Достар, болды, ұтылдық қой. 2 адам қалды, ал менің артымнан красава жетіп атып кетті. Ұтылдық қой, ұтылдық. Бұларда Томпсон, бұларда Винчестер. Әрине Винчестер ұтады. Мынаны қарашы, не істеп жүрген. Ана өліп қалған ғой да жарылғандағысы. Красава, красава, давай. Болды достар, поражение алдық. Осымен біз серебродан әлі қалдық. Жарайды достар, видео ұзағырақ болсын деп соңғы бір рет битвадан рейтингқа ойнап көрейік. Соңғы рет ойнайық. Соңғысы болсын достар, осымен ойнап тастайық соңғысын. Бұл жолы ұту керек достар, ұту керек. Әрине килл барлығы болады. Барлығы нормальный болып жатады, бірақ та біздің команда слабый болып қалады. Соның кесірінен ұтылып жатырмыз. Кеттік, ал бастаймыз. Әдеттегідей сол автомат деппін ғой, пистолет аламыз, G18. Командаға келетін болсақ, ойбай-ай,
Мен 28-ні тастап кеттім мына жаққа. Жоқ, алдым болды. Қайда жақтан 100 алынып кетті. Так, біздің команда тағы да слабылау десек те болады. Қателеспеймін етіп айтсам. Минус біреу. Қатты қылып бемделіп алаймыз. Ой. Тағы да біздікілер әдеттегідей өліп қалды. Мен 2-1 қалдым достар. Өте қиын. Емделіп алайық. Опана, 1-1 қалдық. Ана, походу, пілмен... Жоқ, піл емес. Оттяжка берілмей тұр. Неғыл деп берілмей тұр, бұра? Победа, достар. 1 раундта 3 килл. Керемет болды. Енді бізде баяқтан Данима Винчестерді алып, артынан бір стена кіріп 3-ті алып алайық. Так, аналарды біреуінің сеті қуы яғни шығып кеткен. Оны барып крысойт етіп өлтіруінің қажеті де жоқ. Зонадан ақ өледі, сондықтан да барынша атысу керек. Командан осы жолы ұтуымыз керек. Мен де ойлаймын, ұтамыз деп, мүмкін ұтыламыз. Бірақ ұту қажет. Бұяқтан негізінде Дани боя алу керек еді. Өте қателестім. Ана сұлын... Ай, блин, арттан атып кетті. Қате болды, қате. Винчестер алмау керек еді. Өте қателесіп қойдық. Бұл жерден ем алып салып, тыныш қана отыра беру керек еді. Неге бізде 3-ші раунд. Бұл жолы достар ұту керек. Теңестіріліп алдық, біз теңесіп қалдық, теңесіп. Ұтуымыз қажет. Бұған өте қатты қателесіп қойдым. Слончик. Басына 170'de тесіп жібергенде стенға қойып үлгеріп қалды. First blood. Ой. Өлдім ау. Жоқ. Так, мен біреу жатқызды, жарайды, оны қоя тұрайық. Маяқтан өнді. Төресіндегілерді атып өлтіру керек бізге. Одан жүр. Келли қақта мен түсінбедім. Либо өліп қалды ма? Келли өліп қалдық қателеспесем. Блин! Ар жағын атып тұрғанда бер жағына сатып кетті ғой мені.
Дұрыс болмай жатыр, дұрыс. Енді 4-ші раунд. Бұны отып теңестіруіміз қажет, достар, теңестіру қажет. Теңестірмесек тағы да бізде мүмкіндік деген аз болады тағыны. Біз тағы да ұтыламыз. Бұл жерде дұрыстап ойнау қажет. Қателеспеу қажет. Үй, анау қатты атады ғой. Бергел. Херолаки, көтер, пожалуйста. Пожалуйста, көтеріңдерші, кім бар? Тымар, көтерші, пожалуйста. Блин. Херолаки, пожалуйста, көтерші. Блин, көтермейді ғой. Тура астында тұрмын. Не істеп отыр? Біреу АВМ-мен, біреу Винчестерменен. Қазір бұлар зонадан қысылып өледі ғой. Команданы дұрыс бермейді ғой. Никогда бір нормальный командамен ойнамады. Міне бастан аттап. Анау түк істей алмайды АВМ-мен. Неменеге жетіп АВМ алып алады. Не достар, соңғы раунд бізде шешуші дейді ғой. Томпсон алайық енді, не болса да. Ақша қалмады, вообще қалмады ақша. 94 бенен ойнамасақ болмайды дейді. Вообще анайым 60 бенен дұрыс кетпейді. Как всегда. Біреуін өлтірсең, біреу жабылып кетеді. Осымен болды. Біздікілер ұтса ұттық. Келесі раундқа өкесе аламыз. Мұнан қара. Не дейміз енді, басқа уже вообще тұтқан жоқпыз, бізге не нормально адамдар берілген жоқ командамызға. Невозможно болды ғананы деген. 3 рет ойнадым, 3-інде де ұтқан жоқпын, 3-інде де мал адамдарды берді. В общем, осылай достар, видеоны аяқтаймыз. Енді осы мен жаңадан асылып отқаннан кейін маған қолдау көрсетіп кетіңіздер, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп осылай мені қолдап өте кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. Chegou a hora. Solta o som.